Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз пирамида жасап үйренеміз. Ол үшін А4 қағазын осылай теңдей екіге бүктейміз. Қырын жақсылап басамыз. Енді екінші қысқа жағында дәл осылай екіге бүктейміз. Бүктеп алғаннан кейін А4-ді ашып, астыңғы бұрышын үстіңгі бұрышына тигізіп, қырын шығарамыз. Екінші астыңғы жағында дәл осылай қырын шығарып, жақсылап бүктеп аламыз. Енді астыңғы жақ бұрышты жаңағы салған қиғаш сызыққа осылай теңестіріп бүктейміз. Үстінде дәл осылай. Бұл пирамиданың жасалу жолы өте оңай. Міне. Енді алғашқы салған, ең алғашында салған дәл ортадағы қағаздың қырын ішке қарай кіргізіп қайырамыз. Ішке қарай қайырып. Міне осылай қайырып аламыз да артық тұрған қағазды ішіне бүктейміз. Пирамиданың бірінші, екінші қабырғасы дайын. Келесі ретте жаңағы ішке қарай қайырған қырдың қарама қарсысындағы қағаздың қырын ішке қарай кіргізіп бүктейміз. Дәл осылай жаңағы біріншісінде артық қағазды ішке саламыз. Сонымен үшінші және төртінші қабырғасы пирамиданың дайын болды. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Осылай ішке қайырғаннан кейін пирамидамыз дайын болды. Енді сіздер өздеріңіз үйде бар желіммен немесе ыстық клеймен, менде ыстық клей болғандықтан осыны қолданып жатырмын. Ашық тұрған жерлерін жапсырамыз. Пирамидамыз жақсы бекітіліп, жақсы орнақты тұрады сол кезде. Екі шетін ғана басып қойдым. Міне төрт жақ қабырғасы да бірдей тең пирамида шықты. Егер өлшемін үлкейткілеріңіз келсе, екі А4-ді ортасынан жапсырып үлкен пирамида жасауларыңызға болады.